Ауыз қуысының тазалығы. Сәлем, менің атым Руслан. Менің тістерім сау болғандықтан күлген кезінде әдемі көрінеді. Тістің сау болу үшін не істеу қажеттілігін білгілерің келеді ме? Тісті қашан тазалау қажет? Мен тісімді күніне 2 рет, әр жолы 2 минут бойы тазалаймын. Таңертең және ұйқы алдында. Тісті неге тазалау қажет? Тістің ойық шұңқыр жерлерінде кішкентай бактериялар өмір сүреді. Олар тістің арасында қалған тамақтың қалдығын жейді. Осы бактериялардан бөлінетін қышқылдардан біздің тісімізде кішкентай тесіктер пайда болады. Осы тесіктерді кариес деп атайды. Кариес пайда болған кезде тіс ауырады. Сондықтан тіс дәрігеріне барып тісті емдеу қажет болады. Ал егер тісті жумайтын болсақ, ауыздан нашар иіс шығады. Жақсы тіс щеткасын қалай таңдау қажет? Жұмсақ қылды щетканы таңдаңыз. Қатты қылдан тіс ауыру мүмкін, және қызыл иек қанталай бастайды. Тіс щеткасын басы домалақтау, жұмыр пішінді болғаны дұрыс. Сонда алдыңғы тістерді ішкі жағынан тазалауға болады. Жақсы тіс пастасын қалай таңдау қажет? Құрамында фтор барып тіс пастасын таңдаңыз. Фтор кариес пайда болуымен күресетін химиялық элемент. Ол тісті күштірек етеді. Тісті қалай дұрыс тазалау қажет? Тістің барлық жерлерін тазалау маңызды. Бұл оңай емес. Себебі тістің кейбір жерлеріне щетканы жеткізу қиын. Тістің 4 жағы бар. Шайнайтын, алдыңғы, бүйір жақтық және ішкі. Тісті тазалай бастаған кезде ауызды және щетканы жылы сумен шайыңыз. Одан кейін щеткаға тіс пастасын аздаған мөлшерін салыңыз. Мен тісті тазалауды бүйір жақ тұсынан бастаймын. Тіс щеткасын тістің бетіне қиғаштап, 45 градус бұрыш жасайтындай етіп қойып, щетканы алға және артқа қарай қозғалтыңыз. Әр қарай тістің шайнайтын алдыңғы және ішкі тұстарын тазалаңыз. Тістің ішкі тұстарын тазалау басқасынан өзгеше. Щетканы қызыл иекке тігінен қойып, щетканы жоғары төмен 2 рет қозғалтыңыз. Тіс щеткасына қатты баспаңыз. Және әр тісті жақсылап тазалаңыз. Тісті тазалап болғаннан кейін тілді де тазалаңыз. Тілде де бактериялар көп өмір сүреді. Тіс щеткасын қайда сақтау қажет? Тісті тазалап болғаннан кейін щетканы судың астында жақсылап шайып сілкіңіз. Және тігінен кептірге қойыңыз. Егер бір стақанға бірнеше тіс щеткасы салынатын болса, бактериялар бір щеткадан келесіге көшу мүмкін. Сондықтан щеткаларын тазартатын бастары бір-бірінен алыстау тұру қажет. Тіс щеткасын әр 3 ай сайын ауыстырып отыру қажет. Және оларды жабық контейнерде сақтауға болмайды. Тіске зиянды тағам мен сусындар. Тістер сау болу үшін зиянды тағамдарды азырақ жеңіз. Және тәтті сусындарды азырақ ішіңіз. Әрине, тіс дәрігеріне көрініп тұру қажет. Кемінде жылына 2 рет. Есіңізде болсын, басты байлық денсаулық.